Ыбырайымның қонақ күтуі. Ыбырайымның үйіне бір күні құдайы қонақ келеді. Ол бір құдаймен ісі жоқ, діні бөтен кісі екен. Ыбырайым оны жақтырмай, сылтау айтып, қондырмай жібереді. Сол кезде Алладан: «Ей, Ыбырайым, қонақты неге күтпедің?» деген әуез келді. «Діні бөтен, сенімен ісі жоқ, бейбақ екен. Өзің жақсы көретін момындай емес», деді. Сонда Алла: «Сен бір адамнан осыншама мін тауып ас бермедің, ал мен оларды алаламай озалдан асырап келемін. Менен үлгі алатын кең адамның ісін қылмадың», депті. Ыбырайым ұялып, қонақты қайта шақырады. «Дастарханның басында дұшпанда дос» деген сөз осыдан қалыпты.